Бұлар елдің отбасындағы ең маңызды шаруа бала тәрбиесі. Ең маңызды мәселе бала тәрбиесі. Ең күрделі мәселе ол да бала тәрбиесі. Алдымен тәрбие, сосын білім. Ең биік мақсат өз-өзіңді дұрыстап тәрбиелеп, қоғамға пайдалы адам қылып шығару. Кітап оқуды бастамас бұрын өзімізді оқуға тырысайық. Сөз жебе атылғандай, ал жебе қайтып оралмайды. Дүниенің толып кеткені сонша сөздер бос. Жүзіңді өзіңе бұр, өзіңнен басқа туыс жоқ. Бір қолмен шапалақтауға болмайды. Тілің таза болуы үшін жүрегің таза болсын. Себебі сөз жүректен шығады. Сенен ренжімейтіндей жақын бол. Не ұмыта алмастай алыс бол. Бір айналдырғанды шыр айналдыратын әдеті бәле жала ізіңнен қалмай қойғанда жасыма, берілме. Жеңілсең, жағдай тұтасымен өзгеріп кетеді. Ең қорқынышты жалғыздық сені түсінбейтіндердің ортасында қалу. Ақылсыз адам қайғысын тілінің кесірінен жиып алады. Жаңа нәрселерге қол жеткізгің келсе, пайдасыз ескі нәрселерден құтыл. Бұл әлем құдды тау сияқты. Біздің істеген істеріміз сол тау арасындағы айғайға ұқсайды. Ал судан шығатын жаңғырық біздің ісіміздің қайтарымы іспетті. Кейбір нәрсе қарапайым адамға мыс болып көрінгенмен, қадіріне жететін адам оның алтын екендігін біледі. Өз жаныңыздың бар мүмкіндіктерін бағалап, қадіріне жетуге тырысыңыздар. Кеше мен әлемді өзгертуге тырысатын өте ақылды адам едім. Ал бүгін өзімді өзгертуге жұмыс жасайтын қарапайым адамға айналдым. Кіммен жүргеніңе, кіммен дос болғаныңа мұқият бол. Өйткені бұлбұл гүлге, қарға қоқысқа жетелейді. Достыққа дұшпандық қылған адам оңбас. Біреудің сөзін қайталау түсінгендіктің белгісі емес. Айнада өзіміз білетіндей бәрі керісінше. Бірақ онсыз біз ешқашан өзімізді көрмес едік. Кез келген жоғалту тауып алу. Кез келген тауып алу жоғалту. Басқалардың сөздерін қайталау олардың мағынасын түсінгенді білдірмейді. Қатты уайымға салынба. Бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса,
кез келген қиындықтан өтесің. Қараңғылықта жарықты көре білу керек. Ол сенің сыртыңда жанып тұрған жоқ, ішіңде жанып тұр. Ал адамдар жарықты сонда да сырттан көргісі келеді. Сол себепті барлық данышпандардың шын бақыт адамның ішінде деп айтатыны да сондықтан. Ең бастысы өзіңе сен. Маңыңдағы адамдардың көзқарасы күнде өзгереді. Егер сізді өсектесе, қамықпаңыз. Біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік боп қалмайсың.